Ең бірінші осы Шыңғыс ханның тақырыбына кіріспестен бұрын 13 ғасырдың басында Монғолияда көптеген тайпалар, әртүрлі моңғол тектес тайпалар, түркі тілдес тайпалар, моңғол тайпалары, одан кейін жалайыр, керейіт, найман сияқты тайпалар бытыраңқы өмір сүріп жатты Монғолияның жерінде. Яғни олардың біріккен ешқандай мемлекеттері болған жоқ. Барлығы әртүрлі тайпалар өз алдына дербес өмір сүріп жатты. Олар кейбір кезде соғысып, кейбір кезде бейбіт өмір сүріп жатты. Енді осының барлығын өзгертіп, осы Монғолия жеріндегі ыдырап кеткен тайпалардың барлығын біріктірген бір тұлға болды. Оның азан шақырып қойған есімі Темучин, ал ол бізге барлығымызға Шыңғыс хан есімі ретінде жақсы таныс. Шыңғыс ханның азан шақырып қойған есімі Темучин. Енді оның есімінің қойылу тарихына келетін болсақ, оның әкесі Есугей Баһадүр сол кездегі татардың батыры Темучин Угені шайқаста өлтіреді. Одан кейін соның құрметіне өзінің баласына, яғни жаңадан туылған баласына сол Темучин Угенің есімін беріп, атын Темучин етіп қояды. Енді Шыңғыс ханның туылғанына байланысты екі түрлі дерек бар. 1155 жылы немесе 1162 жылдары дүниеге келген деген дерек бар. Осы екі дерек бар. Бірақ біз негізінен көбінесе мектеп оқулықтарында 1155 жылғы датаға сүйенеміз. Енді Шыңғыс ханның дүниеге келген тайпасы ол Қият тайпасы және Есугей батырдың отбасында дүниеге келді.